Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 10 тарауының 7 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бүкіл әлемдік көрмелер тарихынан. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқып, негізгі ақпаратты анықтаңдар. Мен мәтінді оқып қойдым. Енді бұның ішіндегі негізгі ақпараттарды табамыз. Ал жауабы: бүкіл әлемдік көрмелер 1851 жылы Лондонда басталған. 1928 жылы Парижде халықаралық көрме бюросы ХКБ құрылды. Бүкіл әлемдік көрмелерде ұсынылған өнер мен технологиялар адамзат дамуына үлес қосты. Әр көрме өткен қалада ерекше ғимараттар салынған, мысалы Эйфель мұнарасы, Атомиус. Енді мәтіннің астындағы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші: бүкіл әлемдік көрме өткізу не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Екінші: осындай көрмелер нәтижесінде қандай технологиялар өмірімізге енді? Бірінші сұрақтың жауабы: бүкіл әлемдік көрмелер жаңа технологиялар мен инновацияларды көрсету, елдер арасындағы ынтымақтастықты арттыру мен мәдени алмасуды дамыту үшін қажет. Сонымен қатар ол экономиканы дамытуға және туризмді арттыруға ықпал етеді. Екінші сұрақтың жауабы: тегін машинасы. 1862 жылы Лондон. Телефон аппараты. 1876 Филадельфия. Электр қуатымен жарықтандыру жүйесі. Чикаго. 1893 ғарыштық технологиялар. 1967 Монреал. Интернет пен цифрлық технологиялар. 20 ғасырдың соңында. Екінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша көрмелердің негізгі бағыттарын кестелерге түсіндіріңдер. Қосымша ғаламтор дерек көздерін пайдаланыңдар. Жауабы: ғылым мен технология, инновация және өндіріс, архитектура және урбанистика, қоршаған ортаны қорғау, экономика және мәдениет. Үшінші тапсырма: мектепте өнертапқыш 2019 байқау көрмесі өтетіні туралы хабарландыру жазыңдар. Тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсіндіріңдер. Жауабы: біздің мектеп, құрметті оқушылар мен ұстаздар, біздің мектепте өнертапқыш 2019 байқау көрмесі өтетінін қуана хабарлаймыз. Бұл шара жас өнертапқыштарға өз идеяларын ұсынуға және ғылыми жаңалықтарымен бөлісуге мүмкіндік береді. Өтетін күні 15 мамыр 2019 жыл. Өтетін орны мектептің акт залы. Уақыты 10-нан 2-ге дейін. Көрмеге барлық оқушылар мен ата-аналарды шақырамыз. Өз өнертабыстарыңызды көрсеткіңіз келсе, 10 мамырға дейін тіркеліп өтініш жіберіңіз. Байқау жеңімпаздарына арнайы марапаттар беріледі. Толық ақпарат алу үшін мектеп әкімшілігіне хабарласыңыз. Ұйымдастыру комитеті. Ал енді 4-ші тапсырма: ресми сөздер мен дайын тіркестерді, терминдерді орынды қолданып, бүкіл әлемдік көрмелердің адамзат тарихындағы рөлі қандай деген тақырыпқа сұхбаттасыңдар. Жауабы: сұхбат. Жүргізуші: сәлеметсіз бе? Бүгін біз бүкіл әлемдік көрмелердің адамзат тарихындағы рөлі туралы сұхбат жүргіземіз. Біздің қонағымыз тарихшы және ғылым зерттеушісі, сарапшы. Сәлеметсіз бе? Бұл өте маңызды тақырып. Бүкіл әлемдік көрмелер ғылым мен техниканың дамуына үлес қосты. Жүргізуші: нақты қандай жетістіктер туралы айтуға болады? Сарапшы: мысалы 1851 жылы Лондондағы көрмеде өндірістік революциясының жетістіктері таныстырылды. 1876 жылы Филадельфияда алғаш рет телефон аппараты көрсетілді. Ал 1893 жылы Чикагода электр қуатымен жарықтандыру жүйесі халыққа таныстырылды. Жүргізуші: сондай экспо көрмелері тек ғылым мен техникаға ғана әсер етті ме? Сарапшы: жоқ, олар сәулет өнеріне, экологияға және мәдениетке де ықпал етті. Мысалы, Париждегі Эйфель мұнарасы 1889 жылғы көрме үшін салынған. Жүргізуші: бүкіл әлемдік көрмелердің маңызы әлі де жоғары деп санайсыз ба? Сарапшы: әрине. Бүгінгі күні экспо көрмелері экология, технология және тұрақты даму мәселелерін шешуге көмектеседі. Жүргізуші: керемет ақпарат, рахмет. 5-ші тапсырма: ғылым мен техника жетістіктерін тарату мен оларды ел игілігіне жұмсаудағы
Экспо көрмесінің рөлі туралы дербес пікір жазу тәсілімен жазып шығыңдар. Өзіндік пікір бір сөйлем, дәлел екі сөйлем, өз пікірін айқындататын мысал екі сөйлем, өз пікіріне қарсы дәлел бір сөйлем, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал бір сөйлем, қорытынды екі сөйлем. Өзіндік пікір. Экспо көрмесі ғылым мен инновацияның дамуына ықпал ететін маңызды жаһандық шара. Дәлел. Бұл көрме әр елдің ғылыми жетістіктерін көрсетіп, жаңа технологияларды өмірге енгізуге көмектеседі. Сондай-ақ көрменің арқасында адамдар болашақтағы өмір сүру стандарттары туралы ақпарат алады. 3. Өз пікірін айқындайтын мысал. Мысалы, 2017 жылы Астанада өткен экспода баламалы энергия көздері кеңінен таныстырылды. Осы көрмеден кейін Қазақстанда жасыл энергетика саласы қарқынды дами бастады. Өз пікіріне қарсы дәлел. Дегенмен кейбір адамдар экспо көрмесі өте көп қаржы талап ететіндіктен оның пайдасы аз деп санайды. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал. Алайда экспо көрмесінен кейін ұйымдастырушы қалайда инфрақұрылым жақсарып, жаңа жұмыс орындары ашылады. Бұл экономикалық пайда әкеледі. Қорытынды. Жалпы экспо көрмесі жаһандық ғылым мен мәдениеттің дамуына үлкен үлес қосатын шара. Ол әлемдік инновацияларды дамытуға және елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға көмектеседі. Бүгінге осы. Мен мың подписчикке жеткізіп тастау керек. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.